Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мұсылман бауырлар. Осы көпшілік халық барлығымыз бір ауыздан білеміз. Аллах табарака ва таала Құран-ы Каримде көптеп зікір туралы, яғни таңнан қара кешке шейін Аллахты ұмытпау жайында көптеп айтқандығы бар. Тіпті кейбір ғалымдарымыз осы Аллахқа деген сол сезім мәселесін қозғай келе мына бір аятты бізге мысал қылады екен. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан данка ва нахшуруху яумал қиямати а'ма. Бұл Таха сүресіндегі аят, оны көпшілігіңіз оқып та жүргенсіздер. Аллах табарака ва таала былай деп айтады: "Ва ман а'рада ан зикри", кім менің зікірімнен теріс бұрылатын болса, фа инна лаху ма'ишатан данка, ол кісінің өмірі қиыншылықпенен, қысылуменен өтеді. Ва нахшуруху яумал қиямати а'ма, ал қиямет күні ол кісіні соқыр етіп жинаймыз дейді. Яғни Аллахтың зікірінен теріс бұрылу мәселесін аздап қозғап өткім келеді, бауырлар. Аллахтың зікірі деген нәрсеге бір тоқталайықшы бірінші. Ең бірінші, әлбетте сөзбе-сөз аударғанда зикрун еске түсіру, естелік деген мағынаны береді. Ал бұл атақ бірінші орында әлбетте Құранға лайықты болса керек, бауырлар. Алланың зікірі деп Құранда айтсақ та болады. Құрандағы әрбір аят, Аллахтың әрбір бұйрығы менен тыйымы, Аллахтың әрбір айтқан хикаялары, бұл барлығы біздің Раббымыздың зікірі болады. Бізді осы нәрселер тура жолға бастайды, жақсылыққа бастап жамандықтан қайтарады. Бұл бірінші орында Құран болса. Екіншіден, бұған мағыналай келейік, бауырлар. Аллахты еске түсіру, немесе Аллахты еске түсіруден шетке бұрылу дейік. Аллахты еске түсіру деп, бауырлар, бұл өмірдегі бүкіл әрбір сәтті айтсақ болса керек. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Құран-ы Каримде Аллах Таала бізге айтады: мұсылман адамдардың өмірін түсіндіре бере, ей Мұхаммед, айт, менің өмірім де, өлімім де, бүкіл барлық тіршілігім де, құлшылығым да жалғыз Аллахқа деп білдіреді. Яғни адамның бүкіл 24 сағаты Аллахқа арналу керек сияқты. Бүкіл 24 сағатын адам Аллах үшін өмір сүру керек сияқты болады. Ал осы кезде біз өзіміздің тақырыбымызға оралсақ, зікір мәселесіне оралсақ, Аллахты ұмытпау мәселесіне оралсақ екен деймін, бауырлар. Қазіргі кезде көп мұсылмандарда сондай бір ауру пайда болды. Ол намаз оқығандығы ғана қалды сыртында. Тек қана намаз оқиды. Жұрттар келіңіз десе қызығып, мүмкін ораза тұтады. Мешітке кірген кезінде бір жігіттер Құран ұстап отырғанын көріп, Құран сауаты болса аздап Құран оқиды. Бірақ оны да жанындағы адамдар істегені үшін ғана. Ал өзі жоқ, өзінен ондай нәрсе шықпайтын сияқты. Көп бауырларда, көп мұсылман әйел менен ер кісілерде осындай нәрсе қалыптасып бара жатыр, бауырлар. Бұл мүмкін біздің жүрегіміздегі дүниеге деген жақындығымыз ба? Жоқ, Раббымыздан деген алыстығымыз ба? Жоқ, әлде діннен деген ұзақтығымыз бекен? Оны қалай деп түсінсеңіз де, бірақ бұл ақиқаттығы қалып кетті осы жүректе. Яғни Раббымызды еске түсіруден ұзақтап бара жатқандаймыз. Базарда сауда жасаймыз. Ана ақшаның қызығына кіріп кеткен кезде соншалықты Құдайымызды ұмытып кетеміз, иә? Қазақша айтқанда Құдайымызды ұмытып кетеміз.
О жерде өтірік, жалған сөзде кете береді, тауарым өтсе болды. Ана жерде жалған ант ішу, қасам ішуде кете береді. Бәрі бола береді, дүние үшін сияқты. Өзімнің тіршілігім деп, кейде параға да кетіп қаламыз. Бара бергенше пара бер дейміз. Сөйтеміз да жүре береміз сол тіршілікпен. Содан біз, бауырлар, балашаға бағып отырмыз ғой. Қарнымызды тойдырып, денемізге қанды артып отырмыз. Бірақ сол жеген ішкен тағамымызға көңіл бөлмегеніміз бе? Иә, бұл да Алланы еске түсіріп, Алланы ұмытпаудан кеп шыққан мәселе еді, бауырлар. Алланы ұмытпағаннан шығатын мәселе еді. Өйткені Аллахты барлық жерде көріп тұрған адам ол іске бармайтын сияқты, бауырлар. Бармау да керек. Біздің сәләф салихтарымыздың қайсы бірін асаңыздар да осы үлкен мәселені қозғап кетеді. Мысалы, бәріңізге әйгілі Абу Бакр радиаллаху анху. Күндердің күні о кісіге қызметшісі қайдан болса да бір жерден деп тапқан әйтеуір тағамын алып кеп ұсынғанда, сол тағамды жеп қарны ашқаннан бірінші лұқма, яғни бір асам тағамды аузына алып жұта бастағаннан сұрайды. Бұл қайдан келді десе, кезінде мен жұрттарға пал ашып, тәуіптік жасайтын едім, содан тапқаным десе, анау кісі тамағынан шығарып үлгер алмай қалады, ішке кетеді тамақ. Содан бейшара қиналғаннан қолын тығады, бірақ қарны аш адамның ішінен не шықсын, қаяқтан ғана құссын ол адам. Әлгі адам жанына барып, қызметшісі су береді, көптеп су береді. Содан кейін зорға қиналып, сол бір жұтым тамақты шығарғанша су іше береді, ақыры шығарады. Шығарғаннан кейін қызметшісі басын шайқап айтады: ой азамат-ай, өлетін болдың ғой деп. Енді соншалықты ол бір жұтым тамақ қой, енді жай ғана бір жұтым кетіп қалды енді. Десе, мен пайғамбарымыздан естігенмін. Бір арам ет адамның денесіне түссе, содан ет пайда болса, сол дозаққа лайықты деп. Ол қанша жәннатқа болса да баратын жері. Бірақ дозаққа кіріп соның ақысын жемей, жазасын алмай, ол кісі басқа үкімге кетпейді. Бауырлар, сөйлеген сөзімізді қарайықшы. Иә, тіпті кейбір имам адамдардан әкең шешең деген сөзді естіп қаламыз. Иә, басқа адам емес, кәдімгі имам, үстінде ақ шапаны бар, ақ сәлдесі бар кісі сөйлеген кезде көшенің тастанды сөзімен сөйлейді. Мәдениет деген жоқ, танитынға танымайтынға сен, арасында шешең деген сөз. Иә, оған бүкіл онда мешіттің имамдары кінәлі демеңіз, жоқ. Оған сізбенен біз кінәліміз. Сол имекеңнің сөйтіп жүргеніне біз үндемегеніміз сол. Тағы біреулер келіп жамандайды. Имамдар ондай, имамдар мұндай. Болыңызшы имам көрейік. Біздің оңтүстікте 900 мешіт бар. Қазақстанның жартысы. Жұртқа айтамыз, бізде оңтүстікте кадр жетіспей жатыр десек, жұрт басын шайқайды басқа облыстарда. Енді сендерде имам жоқ болса, суда балық жоқ шығар деп. Иә, бізде салауатты имамдар жоқ. Кейбір ауылдарда қария кісілер отыр. Кезінде пожарный болған, ауыл басқармасы болған, милиция болған. Со құлқуаланы газеттен жаттап алып, әйтеуір со кісі отыр. Күлесіз. Негізі біз о кісінің тілеуін тілеп отырмыз. Со кісі өліп қалса, ертең мешітке үлкен қара құлып түсіп қалады деп. Со кісі өлмесе екен деп тілеуін тілеп отырмыз, білесіз ба? Ал мына жақта жастар жүр алшысынан басып. Сырттан сөйлеген сөз оңай ғой. Қазақта сөз бар, сиыры жоғалмағанның бәрі ақылды дейді. Өзі имам бола алмайды. Тағы имамдар ондай,
имамдар мұндай деп тілі 2 метр болады. Бауырлар, біздің дініміз христиан емес. Христиандарда ол топтар бір бөлек өмір сүреді. Дін адамдары. Діншіл емес адамдар бір бөлек өмір сүреді. Бізде ондай емес. Бізде мына бір сапта қазір бір имам келіп ұйыса, мына алдағы адамға, ол кісі де сіздермен қатар сапқа тұрады, ол кісі айта алмайды, мен пәлен жердің имамымын деп. Ол да бір сапта, бір қатарда тұрады. Нені білдіреді ол? Яғни Алланың алдында, біздің шариғатымызда, ислам шариғатында, мынау имам екен, оған бөлек ереже бар. Мынау имам емес екен, оған бөлек ереже бар деген сөз жоқ. Бауырлар, барлығымыз Аллахты ұмытпауымыз керек. Аллахты ұмытпау деген сөзден шыққан мәселе еді. Аллахты біз жұмыста жүреміз, мал табамыз. Ақшаны көргенде Аллахты ұмытамыз. Астағфируллах, қандай нәрсе? Ал негізі керісінше болған уақиғалар бар еді. Исраилат хабарларында айтады. Зүләйха Юсупқа ғашық болды дейді. Ғашық болғаны сонша бәрін ұмытатын еді. Бірақ Алла Құдай маңдайына жазып, соған жар етіп қосты. Жар етіп қосқасын, Аллахты танығаннан кейін, Аллахтың зікіріне берілгені сонша дейді. Бұрын таңнан қара кешке шейін Жүсіптің бетіне қарап отыратын Зүләйха намазда тұрып, сәждеден көз алмай қалды. Жүсіп шақырса, қазір барам деп таңда айтқан сөзін кешке бірақ есіне түсіреді. Кешке айтқан сөзін ертеңіне таңда бірақ еске түсіріп жүрді дейді. Неге? Өйткені Аллахқа деген махаббат бөлек болды ол кісіде. Барлық адамда осындай. Барлық адамда осындай. Бір кісілер туралы айтады. Біреудің қызы бар екен, Хасан Басридің заманда. Алла деп алады екен де жылайды екен дейді. Содан көзі ауырлап көрмеуге айналды. Содан енді ата-анасы жан-жақтың дәрігерін бітірген соң Хасан аль-Басриға келіп айтты: сіз ғой енді үлкен имамсыз, ұлағатты ғалым адамсыз, бір ауыз сөзіңізбенен кішкентай насихат айтсаңыз жүріңіз деп алып барыпты. Ана қыз баланың жанына барып, айналайын балапан, соншалықты егілетіндей не болды саған десе, егер мына көзім Аллахты көрмесе, ол көздің маған керегі жоқ. Ал егер Аллахты көрсе, онда осындай көздің тағы 100 садақа болмай ма маған десе депті. Жылай берем дейді. Не дейді имам? Үндемей басын салбыратып шығып кетіпті дейді. Тағы бір уақиғаларды айтады. Бір көшеде бір жас, сұлу келген келіншек, түрі деген түрі жоқ, бойы десе бойы жоқ, қап-қара біреудің жанына еріп, соның бетіне күліп қарап, соған мүлайым сөз сөйлеп жанына еріп жүр дейді. Шыдай алмаған 3-4 адам барып тоқтатып, бір сауал қойсам бола ма, жүрегімді тесіп баратыр депті, айтыңыз десе, мынау сізге кім болады депті. Алла қосқан менің қосағым депті. Әй, соншалықты бұған күліп қарайтындай, соншалықты ғашықсыз ба, сонда көзіңіз көрмей ма? Мына кісінің бойын қарасай, мына кісінің түрін қарасай десе, қарасаңызшы сізде. Аллах бәлки осыған мендей сұлуды нәсіп еткен шығар, соған шүкір етті. Аллах маған осындай кісіні нәсіп еткен шығар, мен соған сабыр еттім. Ал шүкір етуші де, сабыр етуші де жәннатта емес па? Аллах маған да, оған да жәннат берсе, маған одан артық сыйлықтың қажеті жоқ депті. Бауырлар, қандай қиыншылықта өмір сүрсе де адамдар Аллахтың зікірін ұмытпайды. Пайғамбарымызды қараңыз, ең ұлы мысал болса керек. Таифтан қайтып келе жатыр. Жанында Зәйд деген інісі ма, асыранды ұлы дейміз ба, жанына ерген сахаба бар. Екеуі де қанға бөленген, бүкіл халық тасборан қып қуып шыққан.
Түсінесіздер ма? Пайғамбарымыздың аяқ киімін қанға толтыру деген қандай үлкен нәрсе екен. Қазіргі кезде бір адамды әшейін осы мешіттегі екі адам бір-бірінің иықтас отырсыздар қазір. Мынау мазхаб ұстайды, мынау мазхаб ұстамайды, мынау анадай, мынау мынадай десеше, қолыңызға қару берсе атарманға барасыз қазір. Рас па? Соншалықты бөліндік қой біз. Бірақ бір Аллахқа бас иеміз. Бір құбылаға қарап отырамыз. Бірақ сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аяғын қанға толтырған адамдар, Аллахты танымайтын адамдар, түсінесіздер ма? Соларға мейірімдік жасады. Соларға мейірімдік жасады. Мейірімдік жасағаны қандай деңіз? Жәбірейіл келді дейді алдына, мәләкүл жабалмен, тау періштелермен. Ей Мұхаммед, саған олар тас лақтырды. Біз оларға тау басамыз үстінен қазір. Сенің қолыңда осы Таифтың тағдыры. Айт деді. Осылай емес па тарихта? Не деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Ата-анам ол кісінің жолында құрбан болсын. Не деген мейірімділік деңіз? Раббым, оларды кешір. Оларды кешір. Ол сені танымайды ғой деді. Менің пайғамбар екенімді білмейді ғой деді. Бәлки қайырлы дұға етті. Құранда айтады. Кәфір адамдарға солармен талассаңдар жылы сөзді болыңдар дейді. Талассаңдар хайыр, жақсы сөзді болыңдар дейді. Хайыр деген сөздің ішіне бәрі кіреді. Жұмсақ сөзде кіреді. Себебі Мұса алейхиссаламға Фирауынның алдына баратқанда, Фираун кім ол ондай? Залым патша, өзін Құдай деген адам. Соның өзіне не деп айтады? Алдына барда жұмсақ сөйле, бәлки мені таныр дейді. Жұмсақ сөйле дейді. Кәпір адамға, өзін Құдаймын деген адамға жұмсақ сөйле деді. Құран-ы Кәрімде бірнеше жерде жақсы сөз туралы айтты. Сол жақсы сөздің мизаны, таразысы бірінші орында жұмсақ болу керек. Екінші орында Аллахтың сөзінен болған хайыр сөз болу керек. Үшінші орында ол түсінетін дәрежеде болу керек деп түсіндіреді ғалымдарымыз. Түсінбейтін сөзді екінші адамға айтпа дейді. Қазір кейбір бауырларымыз баратта, ақидадағы айдалада ауыр мәселе сол сұрақты ше, мен деген университет бітірген жігітке қойсаңыз басын қаситын сауалды көшеде базардағы екі адам кешіріңіздер сауатсыз десем. Сол бірақ екі сауатсыз, себебі екеуі медресе көрмеген, діни мектеп көрмеген. Сол үшін сауатсыз деп отырмын. Екі сауатсыз сол ақиданың мәселесін таласады. Түсінесіздер ма? Діннің апаты қайда баратқанын. Олардың өйткені басына солай құйылды. Ақида деген маңызды мәселе, я оған ешкім таласы жоқ. Бірақ әркімге өзінің миына керек нәрсе бар еді ғой. Мысалы ширк, Аллахқа серік қоспа. Қалай? Ең қарапайымы сұрауда, сүйенуде, тілеуде бәрі Алладан дейді. Бітті ғой, қалған не қажеті бар оның бәрін майдалап. Жоқ, ар жағына кіріп кетеді. Анау, мынау кете береді сосын. Ол кісі түсіне ма, түсінбей ма, Аллаху алам. Мақыл, ширк мәселесі жеңіл болар түсіндіру. Бірақ қалған мәселелер ше діндегі. Бәрін ақида мәселесіне кіреді. Сөйтеді да отырып алып, Аллахтың сипаттары туралы таласамыз, бауырлар. Бауырлар, Аллах туралы таласып жатырмыз ба біз? Ойланбадық ба біз, бауырлар? Түсінесіздер ма? Кім туралы сөйлеп жатқанымызды? Аллахтың заты туралы айтуға кімнің ақысы бар?
қояйық та сол таласты. Аллахтың барлық сифатына иман келтіреміз. Құранда айтылған, пайғамбардың сахих хадистерінде келген. Бәріне қалай айтылды, солай иман келтіреміз. Бүкіл имамдарымыз айтып жатыр бір ауыздан. Оның ішіндегі мәселеге кірмеймін десеңіз кірмейміз ғой, ешкім кірмейді оған. Бірақ біреулерге ол қызық, өйткені қазақтың жерінде дау болса екен дейді. Ал қазақта сөз бар, дау болған үйде 40 күн береке болмайды дейді. Осындай дін бұзар адамдардың айтқанына ерген Алланы ұмытқан бауырымыз біз. Алланың зікірін ұмытамыз. Сөйтемізді бір нәрсені таласамыз, оған өзіміздің біліміміз жете ма, жетпей ма? Халайық. Өзіміздің тақырыпқа жеке оралайықшы. Сіз таңнан тұрғаннан Аллахты еске түсіріп тұрасыз ба? Кешке жатарда ше, ашуланғанда ше, ойнағанда ше, күлген кезде ше, Аллахты еске түсіресіз ба? Ұмытпайсыз ба Құдайыңызды? Жоқ. Намаз бар көп адамда. Құр намаз бар. Шүкір Аллаға, әлхамдулилла, Аллах қабыл етсін. Аллах қабыл етсін намаздарыңызды. Бірақ пайғамбарымыз айтады, жүрегі ғапыл болған, лағып жүрген жүректен Аллах дұғаны қабыл етпейді дейді. Қабыл етпейді ондай дұғаны. Ондай болса, жүрегіңіз базарда болса, таласып қалған адамменен кінәда болса жүрегіңіз, қалай өмір сүрмекшісіз бауырлар? Пайғамбарымыз жаннатқа кіретін жолдың бәрін көрсетіп кетті ғой. Мысалы, бір жол. Пайғамбарымыз айтты дейді бір күні мешітке. Қазір мешітке тірі жүрген жаннати адамды көресіңдер ма? Сол кіріп келеді деді дейді. Көрейік о кісіні, кім екен дедік. Бір кісі кірді. Намазға кіргендей дәрет алған, үстінен су тамып тұр сақалдарынан. Ассаламу алейкум деп амандасып кірді. Сол қолында аяқ киімі бар. Оң қол емес, байқадыңыз ба қандай әдеп? Сол қолында аяқ киімі бар. Кіріп келіп, үндемей қатарға отырды. Екінші күні де дәл солай болды. Тірі жүрген жаннати адамды көргілерің келсе, қазір мешітке кіреді деді. Тағы да сол адам кірді. Үшінші күні тағы да сондай сөз болды. Бір сахаба барып ол кісінің үйіне сылтау айтып 2-3 күн бірге жатып түнеді. Көрді, қандай амал жасайды екен, қандай кісі екен. Қарапайым, қатардағы мұсылман. Түнімен тұрып намаз оқымайды, жоқ. Құптанды оқиды, таң намазына бірақ тұрады. Болды, қарапайым. Күндіз ораза шығар, жоқ. Күндіз тамақ ішіп жүр. Мүмкін Құран оқитын шығар, жүрген жерінде тұрған. Қари емес, Құран жаттамаған көп. Кішкентай ғана 3-4 сүре біледі. Ендігім сонда ол. Намазы қарапайым, оразасы ондай емес, Құраны ондай емес. Қандай адам? Ақыры шыдай алмай сұрайды. Сіз пайғамбар мақтайтын не тірлік істедіңіз сонша дейді. Білмеймін. Пайғамбарымыз бірақ бір айтқан сөзі бар, ей пәленше, сенің маған бір ісің ұнайды. Кешке жатарда, я Аллахым, бүкіл барлық мұсылмандардың барлығын кешірдім деп жатасың дейді. Таза жүрекпен жатады да. Жүрегі тап-таза. Ұйқысы да тыныш болады сол үшін. Қорылдап, тұрып, қанып, ұйықтайды. Білесіз ба? Византия империясының патшасы Омар халифаға хат жіберіпті дейді. Мына хатты алып бар, Омарға бер деп бір арабтың жігітін жіберіпті, Шамдағы. Енді Шам кезінде со Византияның қол жаулығы болды ғой. Содан Мадинаға келеді, мешітке келеді пайғамбардың. Омар қаны? Білмеймін, мына мешіттің сыртында бау бар, сонда көріңіз дейді. Іздесе Омар халифа, бүкіл мүминдардың әміршісі,
Біздің сөзбен президент. Мемлекетінің үлкендігін айтайын ба? Солтүстігі Кавказ, оңтүстігі Индия, шығысы Қытай, батысы Атлант мұхиты. Осындай үлкен император аяқ киімін басына жастық қылып, құрма ағашының түбінде қорылдап ұйықтап жатыр дейді. Жанында бір қарауыл жоқ. Қазір президент айтпайық. Қарапайым фирманың бастығы жанына көзіне қарашки таққан бойы 2,5 метрлік жігіт ұстап жүрмесе тиіс жүрамайды. Қорқады. Неге? Бауырлар, Құдайды ұмытып кететін сияқтымыз. Сонда әлгі араб Омардың жанына келіп айтты дейді. Ей Омар, әділдік жасадың, әділ болдың. Тыныш ұйықтап ұйқың қанды ғой енді деген екен. Әділдік істейді, таза жүреді, біреуге кінә тартпайды. Біреуге деген жүрегінде ашу, ыза, кек жоқ. Ұйықтайды да рахаттанып, қалаған жерінде. Бауырлар, Аллахты көп адам ұмытатын сияқты. Аллах бізді өзін еске түсіруге көптеген ескерту береді, бірақ көптеген ескертулер береді. Байқайсыздар ма? Кеше жүрген, сізбен бірге жүрген адам дүниеден өтіп жатады. Ескерту емес па? Алдыңыздан бір адам жаназасын алып өтеді. Сізден мүмкін жас шығар, әйел ма, еркек па? Бірақ ол кісінің өмірі бітіп жатады. Сізбенен қатар жүрген бір адам төсек тартып жатыр. Шегеленіп. Бір адамға Аллах көзін бермеді. Біреуге қол аяғын бермеді. Ал сіз жұма намазға келіп жүрсіз. Жұма намазға келіп, маңдайыңызды сәждеге қоюға Аллах нәсіп етті. Не деген бақыт, не деген байлық. Бір күні бір адам шешесін арқалап, қажылықта жүр дейді, Кағбаны айналып. Пайғамбарымыздың жанына кеп, я Расулалла, мына қу шешемді арқалап, қажылық етіп жүрмін жаяу. Кегенше арқалап келдім, кеткенше арқалап барам. Ақысын ақтадым ба десе пайғамбарымыз, ол кісінің мүмкін бір түнінің ақысын ақтаған шығарсын депті. Бір түнінің. Мүмкін деген. Ол ананың ақысы еді, баланың алдындағы. Аллахтың ақысы ше, бауырлар. Аллахтың шүкірлігі қалай болар еді? Ананың, атаның біз ақысын төлей алмаймыз деп сайраймыз. Аллахтың бізге берген нығметі шексіз ғой. Ең үлкен нығметі өзін танытып маңдайымызды сәждеге басты. Не деген бақыт? Бұл бақытқа мен деген Намруд сияқты дүниесінің барлығын, бүкіл әлемді тізесін бүктіріп, бас идіріп тұрған патша жетпеді оған. Мен деген Қарун бай, кілті, байлығының кілті 4 есекке жүк болған. Мен деген Қарун бай жетпеді. Аристотель сияқты дана данышпан ғалымдар жетпеді. 1000 жылдап, 100 жылдап өмір сүрген көптеген адамдар жетпеді бұл маңдайыңыздың қойған сәждесіне. Аллахты біз бірақ ұмытамыз. Бауырлар, ойын ойнасаңыз да, ашулансаңыз да, сөйлесеңіз де, тіршілік етсеңіз де, ұйықтасаңыз да, барлық жерде Аллахпен болуыңыз керек емес па? Барлық жерде Аллахты еске түсіру керек емес па? Ал ондай болса, аузыңызды жаман сөзден тыйып, құлағыңызды жаман сөздерден, жаман нәрселерден тыюыңыз, көзіңізді жаман нәрселерден тыюыңыз міндет емес па, бауыр? Қазір жаз келді. Қыздарымыз да, ұлдарымыз да
Ей, ұлдар мен қыздарды айтасыз, жасы 50-ге 60-қа барған ағаларымыз да көзін тия алмай жүр ғой. Жан жағына алақ жылақ етіп. Білесіз ба? Сол қарабатқан адам, қыз бала, сіздің қызыңыз, сіздің қарындасыңыз, сіздің анаңыз, біздің қазақтың елінің анасы болашақ. Қазіргі болашақ анасы. Ал сіз оған сондай арам оймен қарайсыз. Шындап келгенде, енді әр сөзде, әр әзілде бір шындық бар дейді. Бұл имансыздықтың белгісі емес па? Имансыздықтың ісі емес па, бауырлар? Аллахты ұмыту емес па? Кезінде